Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін 17-ші сабақты талқылаймыз. Өзіңді тексер. Бірінші жаттығу, мәтінді тыңда. Бүгін жексенбі. Мерей теледидардан жануарлар әлемі тақырыбын тамашалап отыр. Ол хабар барысында қойылатын сұрақты тағатсыздана күтті. Ағаю туралы сұрақ болды. Мерей сұрақты тыңдап болысымен кітап сөресіне қарай жүгірді. Міне, іздеген ақпараты да табылды. Бір оқып шығып тез-тез телефон тетіктерін басты. Мерейдің жауабы дұрыс болып шықты. Ол жұмсақ ойыншыққа ие болды. Мәтіннен түсініксіз сөздерді тауып жаз. Түсініксіз сөздер тағатсыздана, яғни ол шыдамсыздана асыға күту дегенді білдіреді. Екінші тетіктер, батырмалар, телефондағы кнопкалар. Сұрақтарға жауап бер. Мерей теледидардан қандай хабар көрді? Жануарлар әлемі хабарын көрді. Жарайсың. Екінші сұрақ, ол сұрақтың жауабын қайдан тапты? Ол кітап сөресінен тапты. Жарайсыңдар. Үшінші сұрақ, аю сөзінде қанша дыбыс, қанша әріп бар? Аю сөзінде 2 әріп бар, 3 дыбыс бар. Ю әріпі и-у дыбыстарын беріп, 3 дыбыс болады. Сызбадан хабар жүргізуші мен Мерей сөйлеу әрекетінің қай түрін қолданғанын тап. Мерей кітаптан сұрақтың жауабын іздегенде жазбаша сөйлеу әрекетін қолданды. Ал Мерей телехабарды көргенде және сұрақтың жауабын айту үшін телефонмен сөйлескенде ауызша сөйледі. Сондықтан мәтінде сөйлеу, яғни ауызша да жазбаша да қолданылды. Екінші жаттығу, төмендегі суреттерге сәйкес сөйлемдерді аяқтап жаз. Саян өзі туралы айтты. Ол досының сөзін мұқият тыңдады. Ол сөздерді теріп жазды. Саян мәтінді түсініп оқыды. Жазған сөйлемдеріңнен 4 дыбыс 3 әріптен тұратын сөзді тауып астынсыз. Жазған сөйлемдерімізде бізде саян сөзі бар, 5 дыбыс 4 әріптен тұрады. Үшінші жаттығу, ертегіні барталасыңмен рөлге бөліп оқы. Аюдың қонжығы мен мені батырақ көз деп мазақтады. Одан басқа не деді? Қалқан құлақ, қылый көз. Сен оған не айтып едің? Мен бе? Мен ештеңе де айтқан жоқпын. Сен үндемей тұрғанда ол өзі келіп тиісті ме? Оны көрген кезде мен Қорбаңбай деп едім. Көрдің бе? Әне, алдымен өзің тиісіпсің ғой. Мазақтап ренжіткенсің. Ол мазақтаса ыза болып арыз айтасың. Бұл ұят емес пе? Оқығаныңның диалог екенін дәлелде. Әңгімелесуге қандай ертегі кейіпкерлері қатысқанын айт. Ертегіге ат қой. Ал балалар, тапсырманы бірге орындайық. Бірінші тапсырма, бұл мәтіннің диалог екенін дәлелдеу. Кейіпкерлердің сөздері кезек-кезек берілген және де әр сөйлемнің алдында сызықша қойылып, кейіпкерлердің айтқан сөзі берілген. Әңгімелесу барысында сұрақ-жауап түрінде өрбиді. Яғни бұл мәтін диалог. Қатысқан кейіпкерлер аюдың қонжығы және көжек. Көжек пен қонжық өзара мазақтасып, кейін көжек арызданады. Ертегіге ат қоятын болсақ, арыз қой, көжек деп қойсақ болады екен. Балалар, тапсырмалар түсінікті болса, келесі тапсырманы орындайық. Төртінші жаттығу, суреттерге қара. Қай суретпен диалог құрастыруға болады? Неге? Барталасыңмен бірігіп, диалогты жалғастырып көр. Ал кеттік балалар, бірге орындайық. Бірінші суретте көжектер, қояндар тұр. Екінші суретте аю мен тиын жетек туралы әңгімелесіп тұрған сияқты. Сондықтан біз екінші суретті алайық. Екінші диалогты жалғастыру үлгісі. Жетегің тәтті ме? Өте дәмді. Жейсің бе? Иә, рахмет. Маған да берші. Әрине досым, бірге жейік. Жақсы екен. Үшінші тапсырма, қоян, аю, тиын сөздеріне дыбыстық талдау. Қоян 4 әріп, 5 дыбыс.
Қ қатаң, О дауысты. Я екі дыбыс береді, бірақ бір әріп. Н үнді. Аю екі әріп үш дыбыс. А дауысты. Ю екі дыбысты беріп тұр. У дауысты емес дыбыстарға байланысты. Тиын төрт әріп төрт дыбыс. Т қатаң. И дауысты, дауысты. Н үнді. Балалар, тапсырмалар түсінікті болса, сау болыңыздар. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.